тілі, 2 сынып, 12 сабақ. Сабақтың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабақтан білетінің сөз таптарын ажырата аласың. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайсың. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Балалар, менің қолымдағы затқа назар аударайық. Мынау не? Алма, яблоко, apple. Түсі қандай? Көлемі қандай? Дәмі қандай? Иісі қандай? Жарайсыңдар балалар. Ал жеп болғаннан кейін қандай баға бересіңдер? Дәмді деген баға бердіңдер. Жарайсыңдар. Демек оны сапа деп атайды. Сонымен алманың сандық ерекшеліктерін атадық. Кез келген заттың түсі, түрі, дәмі, көлемі болады. Сендермен түстер ойынын ойнап жіберсек қалай қарайсыңдар? Түстер ойыны. Мен қолмен заттың суретін көрсетемін, сендер көрсетілген заттың түсін анықтап, және оларды 3 тілде айтасыңдар. Бірінші сурет алмұрт, сары, желтый, yellow. Екінші сурет қияр, жасыл, зеленый, green. Үшінші сурет қызанақ, қызыл, красный, red. Төртінші сурет бұлт, көк, синий, blue. Бесінші сурет баялды, күлгін, фиолетовый, purple. Есіңе сақта. Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Оның сұрақтары қандай, қай? Оқулығымызды ашып, 56-шы жаттығуға назар аударыңдар. Өлеңді көшіріп жаз. Аса өзен арқырап, асқар таудан дүркіреп, айдын жатыр жарқырап, алды дала бір түлеп. Тапсырма. Сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Сын есімнің қай сөз табымен байланысып тұрғанын тап. 54-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттерге қарап, онда нелер бейнеленгенін айтыңдаршы. Алма, сәбіз, лимон, құлпынай, шие. Тапсырма. Суреттегі заттардың белгілерін ата, көлемін, түсін, пішінін, дәмін. Өздерің қалаған бір сурет бойынша сөйлем құрап жаз. Сын есімінің астын сыз. 59-шы жаттығуға назар аударайық. Үлгі бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жаз. Үлкен, ірі, жасыл, жақсы, ащы, домалақ, қышқыл, құрғақ, ұсақ, кіші, күлгін, боз, дәмді, тәтті, сопақ, сүйір. Енді өзіңді тексеріп көр. Түс, жасыл, күлгін, боз. Дәм, ащы, қышқыл, дәмді, тәтті. Көлем, үлкен, ірі, ұсақ, кіші. Пішін, домалақ, сопақ, сүйір. Сапа, жақсы, құрғақ. Сабақты қорытындылау мақсатында сендермен жеке жұмыс орындаймыз. Сұрақтар бойынша сипаттау мәтінін құрап жаз. Суретке қараймыз. Суретте не бейнеленген? Түлкі, дұрыс айтасыңдар. Түлкі қандай аң? Түсі қандай? Оның құйрығы қандай болады? Түлкі қандай жерді мекендейді? Осы сұрақтарды пайдалана отырып, сипаттау мәтінін құрап жаз. Білім шыңы әдісі арқылы сабақты қорытындылаймыз. Өте жақсы түсіндім. Мен үшін қызықты болды десеңдер, күлгін түсті бояймыз.
Мен сабақты жақсы түсіндім десеңдер, сары түсті бояймыз. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңдер, қызыл түсті бояймыз. Мұғалімге жібере қойыңдар.